Сәлем құрметті YouTube көрермен. Сіздермен бірге ата-аналогия подкасты және оның жүргізушісі мен Нигара Джендиева. Студиямыздың бүгінгі қонағы заңгер Замира Шарипова. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Замира ханым, баланың ең негізгі құқықтары қандай? Бізде Қазақстан Республикасында балалардың құқығы туылған уақытынан бастап басталады. Яғни бірінші кезекте баланың туылған кездегі туын тіркеу, тегі, аты, әкесінің аты және оған ұлты мен азаматтығының болуына құқылы бірінші кезекте. Екіншіден, еркін өзінің отбасында өмір сүруге құқылы. Үшіншіден, тегін медициналық көмек алуға құқылы. Төртіншіден, тегін мемлекет тарапынан орта білім алуға құқылы. Бесіншіден, меншік құқығына құқылы және сонымен қатар ар-ожданы мен бас бостандығына құқылы. Қазіргі кезде елімізде осы құқықтар қаншалықты жүзеге асады, қаншалықты қорғалуда десек те болады? Енді мен заңгер ретінде былай айтсам болады, сол ұйымдарда жұмыс жасамағандықтан біз жаңағы бала құқығын қорғау ұйымынан жұмыс жасамаймыз, біз тек қана жаңағы құқықтарын қорғау ретінде сотта қатысамыз. Сондықтан бізде қазіргі кезде менің өзімнің есептеуім бойынша 50-50% деп айта аламын. Себебі балалардың құқығы тапталып жатқан кезеңдерде өте көп бізде. Сондықтан нақты 100%-ға Қазақстанда қорғалмайды. Қазіргі кезде әлеуметтік желілерде жиі түрлі бейне жазбалар таратылып жатыр. Ол бейне жазбаларда мектеп оқушылары, балабақша балалары, жастағы балалар, соларға олардың мұғалімдері, тәрбиешілері тарапынан тым қаталдық, немесе қысым, немесе қауіп төндіріліп жатады. Ол балалар қаншалықты қорғана алады сол құқық бұзушылықтан, немесе қалай қорғай аламыз балаларымызды деген? Сұрағыңыз орынды. Бірінші кезекте өзіміздің отбасымызда баланы өзіміз жақсы тәрбиелеуіміз қажет, тығыз қарым-қатынаста болуымыз керек. Себебі мектепте көрген қорлығын, зорлық-зомбылықты олар үйге айтып келмеуі мүмкін. Яғни біз қалай қорғайтынымызды оларды білмейміз. Сондықтан бірінші кезекте біз өзімізден бастауымыз керек. Отбасында егер баланы жақсы тәрбиелесек, қарым-қатынаста жақсы тығыз болса, ол оны бізге жеткізеді. Бірінші кезекте егер балабақша болса, сол ұйымның бірінші жаңағы тәрбиешісіне, ары қарай балабақша директорына. Егер ешқандай шара қолданбай жатырса, онда ары қарай жаңағы бізде осы ұйымдарды басқаратын районы бар, сол жаққа арыздануға болады. Енді құқық бұзушылықтар болған кезде міндетті түрде құқық қорғау органдарына, ішкі істер бөліміне арыздану тиіс. Ал мектептегі жағдайларда бірінші кезекте мектеп сынып жетекшісіне, одан кейін екіншісі завуч, егер ешқандай шара қолданбаса ары қарай директорына, одан кейін районыға, одан да ешқандай шара болмаған кезде жаңағыдай құқық қорғау органдарына арыздануға толықтай құқылы. Ол үшін бірінші кезекте, яғни баланы біз жақсы тәрбиелеуіміз қажет, яғни тығыз қарым-қатынаста болуымыз керек. Ол бала бізге жеткізе алу керек не жағдайдың болғандығын. Енді көп жағдай қазір буллинг жағдайлар болып жатады ғой. Өте жиі кездеседі. Жоғары сыныптардан өзінен төмен сыныптарға қысым көрсетіп жатқан жағдайлар, бопсалау жағдайлар бізге сотқа өте көп келеді, ондай жағдайлар. Ондай кездерде сол жаңағы суицидке апарып жатады аяғы. Яғни анау өзінің ата-анасына жеткізе алмайды ешқандай ойын пікірін толықтай. Сондықтан ары қарай ол өз-өзіне қол жұмсауға дейін жетіп жатады. Сондықтан ең басты мектеп бала үшін ол отбасы болуы тиіс. Отбасы, қоғам, мектеп, ұстазбен біз бірігіп тығыз қарым-қатынаста болса, қазіргі кезде Қазақстанда соны кеңінен тарап қолға алып жатыр ғой. Сондай болса, онда бізде өте керемет болады. Балалардың құқығы жақсы қорғалады деп айта аламын. Ал мысалы қазір бізді көріп жатқан ата-аналарға немесе жасөспірімдерге бір лайфхак дейміз ба, сондай болсын, бір сенім телефон номерлері бар ма, қай жерге хабарласа алады, өзінің мәселесін айта алатындай сондай телефон номерлер бар ма? Енді қазір қараңызшы, нақты мынандай телефон деп айта алмаймын. Құқық қорғау қызметкерлерінің 102 номеріне хабарласса болады, яғни жаңа құқық бұзушылықты байқаған кезінде. Және сонымен қатар қазір бізде көп адамдар оны білмей жатады. Бізде Қазақстан Республикасында 16 облыста өңірлік уәкіл бар, балаларды қорғау уәкілі. Бізде Алматы облысы бойынша айтатын болсақ, Есімбекова Айгүл ханым
осы іспен айналысады, яғни балалардың құқығы бұзылған жағдайдағы шағым арыздары жергілікті атқарушы органдарға және сонымен қатар басқа да өзге де ұйымдарға шағым келтіретін кезде осы кісіге хабарласса болады. Есімбекова Айгүл ханым, яғни балалардың құқық қорғау уәкілі. Ал енді отбасы дейсіз, ең басты мектеп ол отбасы. Бірақ отбасы, жалпы ата-ана бала құқығынан қай кезде айырылады? Қандай жағдайларда айырылуы мүмкін? Ата-анасы баласынан айырылуы. Ол мынандай жағдайларда бізде жаңағы Қазақстан Республикасының неке, ерлі-зайыптылық және отбасы кодексінің 75-ші бабында нақты көрсетілген. Бірінші кезекте ата-анасы ата-аналық құқығынан айыру негіздеріне бірінші кезекте өз міндеттерін орындаудан жалтарса, оның ішінде қасақана алимент төлеуден жалтарса, екінші кезекте жаңағыдай ата-аналық құқығын міндетін теріс пайдаланса, физикалық, психикалық әсер ететұғын қатыгездік жасаған болса балаларға, сонымен қатар отбасы мүшелері жұбайына, балаларына, басқа да мүшелерге жаңағыдай қылмыстық әрекеттерге барған жағдайда ата-аналық құқығынан айырылады. Сонымен қатар ең кейінгі жағдай наркологиялық, психиатриялық есепте тұрса, спирттік ішімдіктерге әуес болса, жаңағы кейінгі кезде заңға сәйкес жаңағыдай картомания деп жатады ғой, кейінгі кезде сондайға салынса, онда ата-аналық құқығынан айырылады. Ал ата-ана құқығынан айырылған, яғни ата-анасыз қалған балаға қандай көмек көрсетілуі тиіс? Енді бірінші кезекте ол былай ғой, мемлекет өзінің қамқорлығына алады. Ең басты бірінші кезек қамқоршы қорғаншы тағайындалады. Одан кейін мемлекет тарапынан барлық балаға берілген құқықтарға ие болады, меншік құқығына ие болады, тегін гранттар беріледі ол балаларға және жәрдемақы алуға құқылы. Ал бала қанша жасынан бастап ата-анадан бөлек тұра алады? Енді бізде бала дегеніміз өзі 18 жасқа толғаннан бастап 18 жасқа дейін толғанға дейін бірнеше этаптардан тұрады ғой. 10 жастан кейін оның пікірі тыңдала басталады, 14 жастан кейін жұмыс жасау құқығына ие болады, яғни өз табысын өзіне жұмсауға, мысалға соған ие болады және өзінің атындағы мүліктерді емін-еркін пайдалануға құқылы болады. Енді бөлек тұруға негізінен 16 жастан ары қарай бөлек тұра береді. Ал жұмыс тарапынан, мысалы студент жұмыс жасаса, мысалы қазіргі кезде өте көп бір жағдайлар кездеседі, осындай жағдайлар. Студент оқуын оқиды, жұмысқа тұрады, бірақ жұмыс берушінің тарапынан ол жұмыс уақыты негізі 7-8 сағат, бірақ студенттерге одан да көп сағат беріледі жұмыс сағаты, бірақ жалақы одан төмен болады. Аз болады деп отырсыз. Аз болады. Сәйкесінше студентті жұмысқа артық салып жатыр деп отырсыз. Сол қалай? Ол заңсыз, ол жаңағы бізде жаңағы трудовой, яғни трудовой кодекс бойынша реттелінеді. Ол үшін егер студент өзінің жаңағы жұмыс жасаған уақытын керісінше артық деп жатырса және ақы төленуі аз деп жатырса, онда кәдімгідей осы трудовой кодекс бойынша өзінің құқығын қорғайтын бізде организация бар. Сол жерге шағымдануға құқылы. Енді былай қарағанда көбіне ол студенттер жұмыс жасаған кезде трудовой договор болмайды араларында. Себебі жай ғана жалдам жұмыс жасайды ғой. Себебі оларда 18 жасқа толмағандықтан ондай. Енді оны шағымдануға болады, ол жөнінде кәдімгідей ұйым бар, қарастырады. Баланың, жасөспірімнің болашағы үшін ол өзіне ақшаны қалай дұрыс жинай алады өзінің болашағы үшін? Мысалы, университет үшін, немесе пәтер алу үшін болашақта деген сияқты заңды түрде қазірден бастап қалай дұрыс жинай алады ақшаны, үнемдейді? Жас күнінен деп отырсыз ғой. Ол бізде кәдімгідей Қазақстан Республикасының жаңағы бала құқығын қорғау кодексінде қарастырылған. Ол жерде баланың егер ата-анасы қаласа,
жас күннен мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақы және сонымен қатар өзінің табысын белгілі бір шоттарға, есеп шоттарына жинауына құқылы. Және сонымен қатар қазіргі кезде осы жылдан бастап мемлекеттің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасы бойынша балаларға қор деген мемлекеттік фонд ашылды ғой. Сол жерден қосымша ақы шығып жатыр. Соның барлығын жинап не қылуға болады. Меншік құқығы не ол? Меншік құқығы деген баланың құқығы бар ғой. Ол өзінің қаражатын өзі еркін ұстай алады. Жинаймын десе жинай алады, болашаққа мүмкіндігі мол. Сол қорда бір бала басына беретін ақша құны қанша, бір айына сонда? Қазір қараңыз, бұл жаңағы табыстың мемлекет жаңағы қазынасының пайдасының белгілі пайызы деп отыр ғой балаларға. Бізде қазіргі кезде балалар 7 мыңға жуық бала бар. Соның ішінде осы жылға ең бірінші түсіп жатыр ғой. Ол айына деп есептелмейді, жылдық қана. Осы жылға бір балаға $100.57 түсті. Яғни бұл ақш долларымен есептеліп түсіп отыр. Солай есептенеді. 18 жасқа дейін жиналады. 18 жаста бала өзінің болашақтағы жаңағы үй алады ма, оқу орнына түседі ма, сол үшін өзіне ғана жұмсайды ол ақшаны. Оны ата-анасы немесе басқа тұлғалар оны қолдана алмайды, жұмсай алмайды. Қазіргі кезде балаларға зорлық-зомбылық көрсету деңгейі өте жоғарғы көрсеткіш көрсетіп отыр. Одан балаларды қалай қорғасақ болады? Қалай қорғаймыз балаларды? Бізде қазір Қазақстан Республикасында осы балалардың зорлық-зомбылық көрілуі өте жоғары. Бірінші кезекте, яғни жаңағы өзінің ең жақын адамдарынан көріп жатады. Ата-анасынан көрген жағдайлар да көп болып жатыр, кей кезде тіркеліп жатыр. Әлеуметтік желілерде, телевидениелерде ол туралы көрсетіліп жатыр. Және сонымен қатар жаңағы бұл балаларды біз қалай қорғаймыз? Бұл балалар сол айланып келгенде отбасы ғой. Айланып келгенде отбасы, ата-ана. Енді кейбір жағдайлар болады, мен өзім практикамда, тәжірибемде көп кездесіп жатады. Өзінің отбасы, ата-анасы деп бірінші кезекте соларды ең жақын адам деп қойып қойған кездерде өзінің әкесінен зорлық көріп жатқан қыз балалар болып жатады мысалға ше. Сондықтан нақты айтқанда негізі отбасы ошақ қасынан бастау тиіс деп ойлаймын. Заңдар бізде қылмыстық кодекс бар, бұған қатысты балаларды қорғау заңы бар, халықаралық конвенцияда қорғау бар, бізде қолданып жатамыз, бірақ та ең басты кезек адам өзінен бастау керек деп ойлаймын. Өзі түзу болып, отбасын сақтау, ер азаматтарымыз жақсы болса, әйел азаматтарымыз жақсы болса, онда әрі қарай бәрі түзеледі деп ойлаймын. Яғни болашақ Қазақстан үшін бұл өте жаңағыдай жақсы жағынан деп ойлаймын өзім. Мысалы, сол балаларға көрсетілген қысым болсын, немесе қауіп-қатер болсын, қандай жаза қолданылады сол адамдарға? Енді ол бізде қылмыстық кодекс бойынша арнайы, кәмелеттік жастың жаңағы зорлық-зомбылық көрсеткендігі туралы статьялар бар, баптар. Сол бойынша жазалар бар, тағайындалған көп жазалар, өте көп. Қазіргі кезде техниканың дамыған заманы, соған байланысты әлеуметтік желілер өте жиі қолданыста ие. Соның арқасында жасөспірімдер, балалар тіпті әлеуметтік желілер арқылы өз ойларын еркін жеткізеді. Комментарий болсын, немесе басқа опросниктер, түрлі әлеуметтік желідегі технологиялар, ол дұрыс па? Құқылы ма? Бізде заң бойынша ол туралы жаңағыдай айтып өттім ғой басында, ең басында айтқанда, жаңағы ар-ождан бостандығы, бұқаралық ақпарат құралдарға деген өзінің жаңағы ақпараттық құралдарды пайдалану бостандығы ол бізде қарастырылған. Яғни өзінің бірақ жасына сай болу керек. Егер де қандай да бір өмірден қиындық көріп, зорлық-зомбылық көрсетіп жатса, оны жаңағы әлеуметтік желіге жүктеуі ол заңды деп есептеймін. Себебі жанындағы өзінің жақын адамдары оны естімей жатса, оны әлеуметтік желі арқылы жеткізген ол дұрыс. Оған мен толықтай қосыламын. Әлеуметтік желілер бойынша ол өз ойын жеткізсе бір мәселе бойынша, ол ары қарай қандай да бір нәтиже береді ме? Береді ма деп отырсыз ғой. Енді қараңыз, оның құқықтары бұзылған жағдайда оны құқық қорғау органдары қарастырады. Ал енді басқа бір жағдайларда
құқыққа қайшы әрекеттер жасалынып жатқан болса, онда ата аналарын шақырып соларға ескертпе беріледі ол жөнінде. Мысалы баланың ата анасы ажырасқан жағдайда баланың қандай құқықтары бар сол кезде? Өз таңдау құқығы немесе Бізде ол көп жағдай болып жатады. Бізде Қазақстанда өте көп ажырасу жағдайлары. Ол кезде көбіне зардап шегетін балалар. Яғни негізі бізде заң бойынша 10 жасқа дейін бала анасының тәрбиесінде қалдырылады. 10 жастан кейін баланың пікірі тыңдалады. Әкеңмен қаласың ба, анаңмен қаласың ба деген. Негізгі құқықтар ешқашан жойылмайды. Ол бізде көрсетілген заң бойынша құқықтар ол бар. Ол солай қалады. Ол анасымен қалса да, әкесімен қалса да, немесе өзіне жақын ата әжесімен қалса да, құқықтары ешқашан бұзылмайды. Яғни бір қалыпта қалады. Сондықтан ажырасу деген өзі бізде өте ауыр тақырып қой балалар үшін. Себебі аналық мейірім жетіспей жатады, әкелік қамқоршылық жетіспей жатады. Ұл баланың мысалы психикасына әсер етіп жатады. Ұл балаға мысалы барлық кезеңде әкесі қажет, қамқорлық таныту керек. Енді ұл қыз деп бөлмейміз, бірақ отбасында ұлға да қызға да ата ана бірге болған дұрыс болады. Сондықтан ең басты мектеп баста айтып өткендей отбасы және отбасы деп айтқым келеді. Себебі баланы сол жерден жақсы дұрыс тәрбиелесе, онда ол болашақта өзінің жарын таңдауға да, мысалы жарды дұрыс таңдамағаннан кейін, жұбайын дұрыс таңдамағаннан кейін, бізде қазіргі кезде өзекті мәселе осы ғой, ажырасып жатады. 1 бала, 3 бала, 4 бала, қазіргі кезде тіпті 6-7 бала болып жатады, ажырасып жатады. Сонда да жаңағыдай әйеліне ер адам табылуы мүмкін, еріне әйел адам табылуы мүмкін, бірақ балаларға туған ата ана табылмайды. Өте өзекті мәселе. Соны біз қолға алуымыз керек. Ол туралы жаңағы институттар ашылу керек деп ойлаймын. Жас аналар туралы институттар ашылса жақсы болатын еді. Себебі оларды үлкен өмірге үй болу оңай, үйлену оңай, үй болу қиын деп жатады бізде. Сондықтан үлкен өмірге қадам бастыру жастарды қиын. Олар бәрін оңай деп ойлайды. Міне мен отбасын құрдым, ары қарай бәрі маған жетіп тұру керек, бәрі керемет болу керек дейді. Бірақ отбасында өзінің өзекті мәселелері болады. Оны ашып, үйрету керек бізде. Бұл үшін институттар ашылса өте керемет болар еді. Ал бала жас кезінен бастап, мысалы мектепте құқық туралы айтылмаса, үйінде баланың құқығы жайлы сөз қозғалмаса, бала құқықты қай жерден біледі, өз құқығын? Мысалы мектеп кезінде 9-11 сыныптарда адам қоғам құқық деген пән бар. Сол пәнді бір 4-5 сыныптарға енгізілсе, сол пән қалай болатын еді сіздің ойыңызша? Сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Ол міндетті түрде енгізілу керек деп ойлаймын заңгер ретінде. Себеп қараңыз, 4 жасқа дейін жарайды бастауыш сынып деп есептейміз ғой. 5-ші сыныптан ары қарай егер енгізетін болса, осы құқық туралы сабақтарды, онда кез келген оқушы өзі неге құқылы екендігін жас күннен, бала күннен біле бастайды. Бізде шынымен де заңның кейбір олқылық тұстары бар Қазақстанда. Оны енді айтпайын десем де айтуға тура келіп тұр. Жаңағыдай 10-11 сынып оқыған бала құқығын біледі, ал өзінен төменгі сыныптағы балалар ешқандай құқығын білмеу, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан баланы жас күннен осы неге құқылы, неге міндетті екендігін мектеп басынан, қабырғасынан үйретіп бастаса, ол өте дұрыс. Негізі ол туралы енді жоғарыда отырған заң қабылдаушы органдарға ой тастау керек болады, және қабылдап жатса ол болар еді. Оны қабылдау үшін қандай әрекет жасау керек? Жастар тарапынан болсын ба, или ата-анасынан? Ол дұрыс. Енді мемлекеттік ұйымдар деп мектептерді аламыз ғой. Біріншіден ата-аналар егер сондай ой тастаса, ары қарай мектеп ұйымдары қолдаса, және біз сияқты заңгерлер оны қосымша жаңағы не жіберіп жатамыз, біз өтініштер. Сол өтініш хаттарымызда көрсетіп жатсақ, онда ол жақсы болады. Қарастырылуы мүмкін деп ойлаймыз. Бірінші енді бізде мәжіліс депутаттарына жолдаймыз ғой хатты, сол кісілер қарастырады. Қазақстанда бала құқығы қорғалу үшін нақты қандай шаралар қолдану тиіс деп ойлайсыз? Егер осылай болса, онда баланың құқығы толықтай қорғалады деп айтатындай.
Енді балалар өзінің, бізде жаңағы басында айтып өткендей, заңда ешқандай қарастырылмаған ғой. Бала жаңағы өзінің 15-16 жасқа барғанда ғана бар білет та өзінің құқығы қандай екен. Оған дейін еш жерде ештеңе айтылмаған, жазылмаған. Сондықтан ол өзінің құқығы не екенін де түсінбейді, білмейді бала. Бірінші кезекте осы балаларды тәрбиелеуші не бар? Балабақша ұйымдары, мектеп ұйымдары. Осы педагогтарды тағайындау керек сияқты. Яғни сіздің өзіңіздің құқығыңыздан басқа бөлек сіз тәрбиелеп жатқан балалардың құқықтары осылар. Сіз бұның шектен шықпауыңыз керек. Балаларға осы бастан үйретуіңіз керек, түсіндіруіңіз керек деп. Сол үшін сол педагогтардан бастағанымыз дұрыс болады. Мектеп жасына дейінгі және мектеп қабырғасындағы педагогтарға. Және сол ұйымдардың басшыларына жиі жаңағы басқосулар болып тұрса деп өзім армандаймын. Бұларды басқаратын білім бөлімі бар ғой. Білім бөлімінде ортақ жаңағы тақырыппен ортақ үстел үстінде педагогтар жиі кездесіп, бала құқығын қорғап бастаса, біздің Қазақстанда енді болашақ ұрпақ қой, балалардың құқығы өте қорғалғанын қалаймын негізінен. Рахмет, Замира ханым, келгеніңіз үшін рахмет. Ал құрметті көрермендер, осы бүгінгі шығарылымдан алатын ата-аналар үшін, балалар үшін, жасөспірімдер үшін көп маңызды нәрсе айтылды деген үміттеміз. Бізді қолдау мақсатымызда үлпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.